Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Гүлдер сыры 20 бөлімі. Хаял, Зейнепке келіп, мектепте болған талып қалу жағдайға уәде бересің ғой, ешкімге айтпашы, деді. Айтпаймын, уәде берем, деді. Сендердің үйге келгендеріңе қатты қуандым, деді. Ал бірақ келіп, қыздар барып жатыңдар, деді. Ал Түлей мен Эркан Кадирдің макароннан жасаған білезігін іздеуде. Оны Эркан алтын деп іздеп жатты. Түлей болса, қандай алтын саған? Ол макароннан жасалған, деді. Енді сол макаронды мусордан іздеп жүрміз бе, деді. Бірақ Кадирге барып, Кадирге ертегі айтып бермекші болды. Оны естіп тұрған Зейнеп, сен балаға не үйретіп жатсың? Ұйықтаймыз, деді. Кадирге жат, деді. Сөйтті де Берақтың артынан барып, сен қызға не үйретіп жатырсың? Ана болу деген сондай ма, деді. Егер де сен Кадирге дұрыстап ана болмасаң, мен барлық шындықты жайып салам, деді. Ал Зейнеп Серхаттың келгенін көріп, Серхат мырза, біз қайта осы үйге келдік, деді. Кадир өртке ораныпты, деді. Қош келдіңдер деп қуанды. Ал Серхат болса Азра мен анасына барып, Жиһанның оққа ұшыраған айтты, бірақ Азра өліп қалды ма деп қатты қуанғандай болды. Ал Себем ханым уайымдап зорға жүр. Тибет болса адамдарына қатты ашуланды. Мен сендерге алып келіңдер дедім ғой. Ат деген жоқпын ғой. Осыдан полицияға ұсталмай алып келіңдер, деді. Ал Жиһанның ота залында жүрегі тоқтап қалды. Бірақ дәрігерлер уақытылы көмектесіп аман алып қалды. Ал Азра болса өліп қалса екен деп шыларман болып тұрды. Ал Себем ханым Азраны қайғырып жатыр деп ойлады. Азра жаным, мұңайма, біздің дұғамыз қабыл болады. Жихан аман қалады, деді. Ал Шам болса Серхатқа қонақ үйге жасырын адамдарды орналастырған Жихан екен, деді. Аға, сен не деп тұрсың? Не айтып тұрсың, деді. Ал оның барлығын Себем естіп тұрды. Жан, сен не айтып, нені Жиханнан көріп тұрсың, деді. Қонақ үйге астыртын адамдарды кіргізген Жихан, деді. Анасы сөзді шапалақпен салып қалды. Дәрігер шықты. Ал Азра болса Жиханның өлмегенін естіп мұңайып қалды. Ал Серхат пен анасы қатты қуанды. Ал Рабиға болса қызы Зейнепке хабарласып, Зейнеп, киімдерін алып кетпедің бе, деді. Апа, барлығы аяқ асты болды. Киімдерімді кейін алып кетем. Жихан мырза оққа ұшырапты, деді. Не, қызым ол өліктен аулақ жүрші, деді. Ал Жихан есін жинады. Барлығы қатты қуанды. Сол кезде Себем ханым Азра қатты қайғырды деп айтты. Шынымен ба, деді. Ал Берек болса, Жихан, апама сенбейсің бе, деді. Сенем, бірақ сүйіктімнің аузынан естігім келеді, деді. Барлығын шығарып жеріп, Серхат пен Ылжанды алып қалды. Аға, сен мені Серхат сияқты неге жақсы көрмейсің? Серхатты жақсы көргендей мені жақсы көрмедің. Менен барлық үшін күдіктенесің, деді. Ал Мұстафа Азраға хабарласып, Азра қалың қалай, деді. Жақсы, мені осы уақытқа дейін ешкім ойламап еді, деді. Азра, мен сені әрдайым ойлаймын, деді. Оны естіген Азра қуанды. Бірақ жарайды, мен Жиханға барайын деп телефон өшірді. Ал қонақ үй қызметкерлері Жихан мырзаның оққа ұшыраған айтып жатқанда Эбру жұмыс орнына келді. Қыздар, сендер не туралы айтып жатсыңдар? Мен келгенше тағы не болды? Деді. Жихан мырза оққа ұшырапты. Кеше екі кештің арасында болған жағдай, деді. Не деп шошып кетті. Ал Зейнеп болса Серхатқа шаршаған боларсыз. Мен сізге кофеңізді өзім дайындап берейін, деді. Ағаңыздың халі қалай, деді. Ағамның халі жақсы, деді. Ал Елкин мен Хаял келіп, әке, сен бізді мектепке апаруға келдің бе, деді. Жоқ қыздар, мен үйге қайта келдім, деді. Қатты қуанды. Елкин болса, енді үйден кету біздің кезегіміз деп әзілдеді. Жиханға біреу хабарласты. Азра одан күдіктенді. Азра, маған медбикен шақыршы, деді. Сол кезде Жиханға хабарласқан Тибет екен. Мен Серхатты өлтірмекші болдым. Ол жоспарда болды, деді. Ал Жихан болса, не? Сонда абайсызда болған жағдай емес па, деді. Жоқ, деді. Сол кезде Эбру кіріп келді. Ал Эбру мен Жиханның сөйлесіп жатқандарын Азра есік сыртынан естіп қалды. Сөйтті де
Әбру шығатын кезде Азыра тығылып қалды. Ал Жиһанға ештеңе болмағандай Азыра келді. Мен үйге барып киімімді ауыстырып келейін, Жихан деді. Жарайды, бара бер. Мен аман қалғаныма қатты қуандың ба деді. Иә деп құтылды. Зейнеп Серхатқа Кадерді әкелді. Серхат мырза, сіз біздің Кадер екеуміздің келгенімізге қатты қуандыңыз ғой, иә? Мен солай деп Кадерге айтсам, Кадер сенбей жатыр деді. Иә, мен қатты қуандым, бірақ ереже бұрынғыдай. Елкен мен Қаял әпкеңнің қасында апаңның кім екенін айтпайсың, жарай ма деді. Ал оны естіген Кадер қатты қуанып, жарайды деп келісті. Бірақ Қаялдың ұстазына хабарласып, кеше талып қалған жайлы ұрысты. Ал Түләй мен Эркан келді. Кешегі макароннан жасалған білезікті алып келді. Енді біздің үйіміз өртенді. Оның барлығын сіздің балаңыз істеді. Біз тақыр кедей болдық деді. Жарайды, шоттарың ақша аударам деді. Сол кезде Серхат келіп Эрканды аямай ұрды. Мен саған Кадерге бірдеңе болса аямайым деп ескерттім ғой деді. Сол кезде Зейнеп те шығып, сендер не үшін келдіңдер? Кадерді алып кетуге келдіңдер ме? Кадерді сендерге бермейміз. Бізден аулақ жүріңдер деп енді барып ұрайын деп жатқан кезде Серхат мырза Зейнепті тоқтатты. Ал Эркан болса Түләйға қатты ашуланды. Ал Түләй болса Азыраға барып, сәлеметсіз бе? Мен Зейнептің көршісі едім деді. Зейнеп арғы үйде тұратын, бұнда тұрмайды деді. Жоқ, мен сізбен оңаша сөйлесейін деп едім. Сіздің күйеуіңізбен Әбрудың кездесіп жүргендерін естідім деді. Сөйтті де оны естіген Азыра Түләйді оңаша алып кетіп, екеуін қосуға әрекет етті деді. Фильмнің жалғасы бар.